Намазды қалай жүрекпен оқуға болады? Абу Абдурахман Хатиб ибн Унан аль-Асам шариғат ілімдерін жетік білген, хадис тағылымын алған ғалым. Өте тақуалығымен, дінге беріктігімен белгілі. Көбіне ислами әдебиеттерде Хатимул Асам, яғни саңырау Хатим деген лақап атымен танымал. Бір күні замандасы Асам ибн Юсуф деген кісі Хатимнен: намазды жүрекпен көркем түрде оқисыз ба? деп сұрайды. Иә деп жауап береді Хатим. Ол қалай? Дегенде: намаз уақыты жақындағанда дәретімді толықтай аламын. Кейін намаз оқитын жеріме келіп, бүкіл ағзам орныққан күйі түп-түзу тұрамын. Көз алдымда Қағба тас, көкірек тұсымда мақаму Ибрахим, аяғым Сырат көпірінің үстінде, оң жағымда пеш, сол жағымда тозақ, өлім періштесі артымда тұр деп елестетемін. Оқиын деп тұрған намазымды ақырғы намазым деп ниет етіп оқимын. Жүрекпен Аллаху Акбар, жүрекпен Аллаху Акбар деп тәкбір аламын. Толғанып қырағат қыламын. Кішіпейілдікпен бойұсынған халде рүкүғ жасаймын. Жалбарынған адамша сәждеге барамын. Кейін толықтай қағдаға отырамын. Үміт пен қорқыныш арасында тәшәһүд дұғасын оқимын. Сүннет бойынша оң жағыма сәлем беремін, сол жағыма ықыласпен сәлем беремін. Кейін үміт пен қорқыныш арасында болған күйі орнымнан тұрамын, деп жауап береді. Асам ибн Юсуф таң қалып: намазыңызды расында да осындай халде оқисыз ба? деп сұрайды. Иә, намазымды дәл осылай оқимын, дейді ол. Қанша жылдан бері осылай оқып келесіз? деп сұрағанда: 30 жылдан бері осылай оқып келемін, деп жауап береді. Сонда Асам көзіне жас алып: мен бірде-бір намазымды бұлай оқымаппын деген екен.